Тараз қаласы білім бөлімі номер 34 орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Тарих пәнінің мұғалімі Апекова Гүлім Жүсіпбекқызы. Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі сабақтарыңызға жақсы көңіл күй тілеймін. Балалар, үй тапсырмасын еске түсірейік. Үйге берілген тақырып Қазақстанда жартастарға салынған ежелгі суреттер. Балалар, тақтадағы суретке мұқият қараңыздар. Иә, үй тапсырмасын еске түсірген болсаңыздар, ашық микрофон әдісі арқылы үй тапсырмасын сұрайтын боламыз. Менің қолымда микрофон бар. Бұл микрофон өткен сабақты еске түсіру үшін өте қажет. Бұл микрофонды бір-біріңізге жолдау арқылы сұрақ-жауап қоятын боласыздар. Петроглифтер дегеніміз не? Тасқа қашап салынған суреттер. Тамғалы шатқалы әлемдік мұралар тізіміне қай жылы енгізілді? 2004 жылдан бастап. Петроглифтер Қазақстанның қай аймағында көптеп табылды? Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан аймағында көптеп табылды. Балалар, үй тапсырмасын жақсы дайындалып келіпсіздер. Олай болса, бүгінгі жаңа тақырыбымыз ежелгі адамдардың өміріне саяхат тақырыбын жалғастыратын боламыз. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары 5-1-2-1 алғашқы адамдардың тұрмыс тіршілігін шығармашылық түрде көрсету. Балалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты бейне материалды мұқият қарап шығыңыздар. Алғашқы адамдардың қаңқа сүйегін қандай ғылым зерттейді? Жер бетінде ежелгі адамдар қашан пайда болды? Саналы адам қашан қалыптасты? Алғашқы адамдар топтасып өмір сүрді ме? Адамдарда туыс деген түсінік қашан пайда болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Алғашқы адамдардың қаңқа сүйегін зерттейтін ғылым қалай аталады? Адам қаңқасының шығу тегін зерттейтін ғылымды антропология, ал оны зерттеушіні антрополог деп атаймыз. Австралопитек латын тілінен аударғанда австрало оңтүстік, питек маймыл адам, яғни австралиялық маймыл адам деген мағынаны беретін сөз. Австралопитектің миының көлемі 600-650 текше сантиметрді құраған. Қолы дамып, жетілген, бас бармағы мықты болған. Олардың қоныстарынан пайдаланған тас құралдары табылды. Адамның келесі даму сатысы тік жүретін адам. Оның өкілдеріне питекантроп, яғни тік жүретін адам мен Қытай адамы синантроп кіреді. Қазақстанда палеолит дәуірінде өмір сүрген адамдар питекантроптың замандастары болған. Питекантроптың ми көлемі 1000 текше сантиметр болған. Олар әртүрлі тас қару-жарақтарын пайдаланған. Синантроптар оттың пайдасын білді. Питекантроп пен синантроптың бел омыртқасы мен тізе сүйегі тік жүруге бейімделген. Қазақстан жерінде алғашқы адамдар осыдан 1 миллион жыл бұрын пайда болған. Әрине, алғашқы адамдардың қаңқа сүйектері біздің жерімізден табылған жоқ. Бірақ олар пайдаланған еңбек құралдары мен тұрақтары көптеп табылды. Ежелгі адамның тағы қандай түрлері болды? Питекантроптың орнын ежелгі адамдардың біршама дамыған түрі неандерталь адамы басты. Неандерталь адамы ағашты, ірі аңдардың сүйектерін, аң терілерін пайдаланып, баспана салды. От жағуды, ағаш, тас құралдарын пайдалануды, малдың, аңның терісін киім ретінде киюді білді. Неандертальдықтардың қоныстарынан жерлеу ғұрпы сақталған зираттар табылды. Саналы адам қашан қалыптасты? Бұдан 35-40 мың жыл бұрын ойлау қабілеті жоғары дамыған саналы кроманьондық адам қалыптасты. Оның дене бітімі, тұрпаты қазіргі адамға ұқсады. Кроманьондық адамның бойы ұзын, маңдайы жазық болды. Кроманьондықтар Қазақстанның барлық аймағына таралған. Алғашқы адамдар қалай өмір сүрді? Адамдардың алғашқы бірлестігін шартты түрде тобыр деп атаймыз. Алғашқы адамдар топтасып, тобыр болып өмір сүрді. Бірге аң аулап, жыртқыш аңдардан қорғанды. Тобырлар бір жерде ұзақ тұрақтамаған. Олар жеуге жарамды өсімдіктері мол, жануарлары көп аймақты іздеп, бір жерден екінші жерге көшіп жүрді. Бір тобырдан бөлінген адам басқа тобырға барып қосылатын. Адамдарда
туыс деген түсінік қашан пайда болды? Адамдар тобыры бірте-бірте туысқандық ұжым саналатын руларға бірікті. Рулық қауым алғашқы адамдардың туыстық жағынан бірлесіп өмір сүрген тұрақты ұжымы. Алғашында ру ішінде аналардың беделі жоғары болған. Олар көбіне үй шаруасымен айналысқан. Кейін ру ішінде тәжірибесі мол қариялардың беделі. Балалар, бейне материалмен мұқият танысқан болсаңыздар, бейне суреттер арқылы ежелгі адамдардың тұрмыс тіршілігі туралы баяндайтын боласыздар. Тамаша жауаптарыңыз. Бірінші суретте ежелгі адамдардың тобыр болып аң аулау сәті көрініп тұр. Дұрыс айтасыздар. Екінші суретте ежелгі адамдардың өзен көлдердің жағасында балық аулау кәсібімен айналысқандығы бейнеленген. Тамаша жауап бердіңіздер. Ежелгі адамдар от жағуды да біліп, ұстаған аң құстарын етін пісіріп жеуді де үйренген. Ежелгі адамдар әртүрлі тастарды алып, оларды соққылау арқылы әртүрлі қалыптарға келтірген. Өздеріне ыңғайлы етіп жасап үйренді. Балалар, бүгінгі алған мәліметтер арқылы бірінші тапсырма топтық жұмыс жасайтын боламыз. Ежелгі адамдармен таныстық. Олай болса, адамның эволюциялық даму сатысын ретімен айтасыздар, ежелгі адамдардың антропологиялық ерекшеліктерін сипаттайтын боласыздар. Бірінші адам австралопитек адамы. Одан кейін епті адам, тік жүретін адам, неандертальдық адам, кроманьондық адам. Балалар, ежелгі адамдар мен қазіргі адамдарды салыстырып көрсек. Бірінші сұрақ. Осы адамдардың қайсысы қазіргі адамдарға көбірек ұқсайды? Екінші сұрақ. Алғашқы адамдардың қабілеттерінің қайсысы бізде бар? Үшінші сұрақ. Бізде алғашқы адамдарда жоқ қандай қабілеттер бар? Өте дұрыс, тамаша жауап бердіңіздер. Балалар, ежелгі адамдардың мекендеген жерлерін анықтасақ. Картамен жұмысты жасаймыз. Ежелгі адамдардың тұрақтаған мекені көбінесе оңтүстік Қазақстан аймағы. Қаратау жотасы, Бүрі қазған, Тәңір қазған тұрақтары, Шақпақ-Ата, Арыс өзендері, Сырдария өзендерінің бойында мекендеген. Тас дәуірінен кейінгі кезең энеолит кезеңі деп аталады. Бұл кезең біздің заманымызға дейінгі 3-2 мыңжылдықтарды қамтиды. Энеолит кезін зерттеген археолог Виктор Зайберт. Виктор Зайберт энеолит кезеңіне жататын Ботай тұрағын ашқан. Ботай тұрағы туралы Зайберттің өзі қалай баяндайды екен, тыңдап көрелік. Мен Виктор Зайберт. Ботай мәдениеті энеолит кезеңіне жатады. Бұл қоныс солтүстік Қазақстаннан 1980 жылы табылды. Қонысты 20 жылдай зерттедік. Менің экспедициямнан 70 мыңдай жылқының сүйегі табылды. Ботайдан 158 тұрғын үйдің қалдықтары қазылып алынды. Қазба жұмыстары кезінде қанжарлар, боластар, жебелер, найзалардың ұштары, тері өңдеуге арналған қырғыштар табылды. Ботайлықтар алғаш металл, мысты игере бастаған. Энеолит кезеңінен кейін қола дәуірі басталады. Қола дәуірі біздің заманымызға дейінгі 2 мыңжылдықты қамтиды. Қола дәуірін зерттеген ғалым Әлкей Хақанұлы Марғұлан. Әлкей Хақанұлы Марғұлан өз зерттеуі туралы не дейді екен, оны да тыңдап көрелік. Мен Әлкей Хақанұлы Марғұлан. 1946 жылдан бастап қола дәуіріне жататын Беғезі Дәндібай мәдениетін зерттей бастадық. Бұл мәдениеттің ерекшелігі қорымдардағы зәулім тас кесенелер әлеуметтік сатыда жоғары тұрған көсемдерге арнап салынған. Олардың құрылысы күрделі, ауыр әрі үлкен тастар негізгі материал ретінде қолданылған. Зираттарда қол, аяғы созылып, шалқасынан жатқызылып жерленген адамдардың қаңқалары кездеседі. Тамаша. Балалар, олай болса бүгінгі алған мәліметтерімізді пайдалана отырып, 3 топ 3 постер қорғайтын болады. Бірінші топ Ботай мәдениеті туралы, екінші топ Андронов мәдениеті туралы, үшінші топ Беғазы Дәндібай мәдениеті туралы постер құрастырады.
Балалар, бүгінгі өздеріңізге берілген тақырыптарға арналған постерлеріңіз өте тамаша, дәйекті түрде құрастырылған. Олай болса, балалар, ежелгі адамдардың діндеріне де кезек берелік. 3 топ ежелгі діндердің 3 түрін анықтайтын боласыздар. Бірінші топ тотемизм ұғымының анықтамасын айтасыздар. Екінші топ анимизм ұғымының анықтамасын айтасыздар. Үшінші топ фетишизм ұғымының анықтамасын айтасыздар. Тотемизм алғашқы діндердің бірі тотемизм немесе табыну. Тотемизм адамдардың жануарларға, ағаштарға, құстарға, аңдарға ерекше бір қасиеттердің иесі ретінде табынуы. Сонымен қатар түркі тектес халықтардың барлығы да ортақ табынған киелі тотем жануарлары әсем марал, көк бөрі, бүркіт екендігі бұрыннан белгілі. Көк түріктер мемлекетінің туында көк бөрінің, Шыңғысханның құрған Моңғол мемлекетінің байрағында сұңқардың суретінің болуы кездейсоқ емес. Келесі дініміз анимизм. Анимизм латын тілінде анимия, рух, жан деген мағынаны береді. Заттық дүние құбылыстарының жандылығын білдіретін термин немесе жансыз дүниенің жаны бар деп түсіну және оған табыну. Анимизм терминін ғылыми қолданысқа ағылшын этнографы және мәдени антропологы Тайлор енгізген. Анимизмнің көрінісіне қазақы дүниетанымдағы киелі қасиеттері, жер бедерлері мен атаулары жатады. Табиғат аясындағы мәдениет үшін қоршаған орта киелі таулардан, құтты өзендер мен көлдерден, ағаш бұталардан тағы басқа тұрады. Ағаштарға киелі деп шүберектер байлап кету және сол ағаштардан қандай да бір жәрдем қорғау, сұрау анимизмнің белгілері болып табылады. Үшінші дініміз фетишизм. Французша тұмар, қасиетті күші бар дегенді білдіреді. Жансыз материалдық заттарға, тасқа, ағашқа, сүйекке, малдың бас сүйегіне, тіске, тағы басқаларға табыну. Оларды қамқоршы көру. Көбінесе алғашқы қауымдық құрылыс көне мәдениеттерге тән жансыз заттарға қасиетті деп табыну. Кейінірек тас мүсінді құдай, пұттар, ескерткіштер жасап соларға табыну. Олай болса, балалар, бүгінгі алған мәліметтерімізді пайдалана отырып, жұптық жұмыс жасайтын боламыз. Алғашқы адамдардың кәсібі туралы айтамыз. Қазақстан территориясы ерте тас дәуірінде тақырыбына тоқталамыз. Қыш өндіру кәсібі. Міне осы 3 тақырып туралы деректерді айтатын боласыздар. Балалар, жұптық жұмысты өте жоғары деңгейде орындадыңыздар. Үйге тапсырма. Ежелгі адамдардың өмірі туралы 70-80 сөзден тұратын эссе жазып келесіздер. Рефлексия. Балалар, бүгінгі сабаққа қатысты құнды пікір қалдырыңыз. Білім банкіне салып, өз ойыңызды білдіріңіз. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.